Ақшаға қатысты супер техника білгілеріңіз келсе, онда видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Армысыздар достар, YouTube каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен әдеттегенше Адия Аралбай, сіздермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Жалпы бүгінгі тақырып кезінде маған да өте қатты көмегін тигізген болатын. Сондықтан да бүгінде бұл техника жұмыс істейтіндіктен сіздермен бөліскім келіп отыр. Бастаймыз. Маған консультацияға келетін көптеген қыздардың басты проблемасы ақша, өйткені көбісі қарызға кіріп кеткен, үлкен кредиті бар, бизнесі жүрмей қалған, тағысы, я. Одан кейін семейный, отбасылық проблемалар да болып жатады, бірақ та отбасылық проблеманы зерттеге түбінде бәрі сол көп нәрсе ақшаға тірелетінінде көп жағдайда болып жатады. Сондықтан да бүгінгі техниканы айтатын болсақ, бізде көп қыздарға мен мысалы консультацияда сұрақ қоям, қанша теңге қалайсыз? Бірінші сұрақ, қанша теңге қалаймын өзіме? Мысалға біреуде ол 500 мың болуы мүмкін, 5 миллион, 200 мың, әркімде әртүрлі. Осы соманы жазыңыз қағазға. Енді осы соманы жазғаннан кейін сізде мынандай сұрақ болу керек. Осы ақшаны мен не затқа жаратамын? Бұл екінші этапы. Өйткені көп қыздар мысалға мен жаңағыдай осынша мың теңге тапқым келеді, 300 мың теңге тапқым келеді, миллион теңге тапқым келеді деп айтып жатады. Бірақ ол ақшаны қайда жарататынын білмейді олар. Сол себептен де көп жағдайларда ақша келмей жатады. Егер де біз нақты сомамызды жазып, бірінші техниканы уже жазып жатсыздар ма? Жазамыз, мысалға 1 миллион теңге. 1 миллион теңгеге мен не алам? Прям список жазу керек. Сол списокты жазғаннан кейін күнделікті, соның ішінде бір мелкий списоктарды қосып жіберіңіз, бір мелочтарды, соны күнде аз-аздан алып тұру керек. Ақшаңыз пайда болды ма, алып тұру керек. Осылайша біз ақша потогымызды көбейте аламыз. Көптеген қыздармен консультация өткізу барысында мен түсінгенім осы, көбісі ақшаны қалайды, бірақ не үшін жарататын, қайда жарататын білмей жатады. Ал егер сен ақшаны қайда жарататын білмесең, ол функция жұмыс істемейді, ол саған келмейді. Неге? Себебі ақша ол жарату үшін керек. Бізде көбісі ойлайды, ақша ол тек жинау үшін керек, ақшаны сақтап қою керек деп. Жоқ, ақшаның басты міндеті жұмыс істеп тұру постоянно, шығару, кіргізу деген сияқты, кіріс, шығыс деген сияқты. Сол себептен де осындай бір өте қарапайым, бірақ супер техниканы қолдануға кеңес беремін. Сонымен қатар бұдан бөлекте өзіңіз мысалға 100 желание дегендер бар ғой, 100 арман, 50 арман дегендерді жазсаңыз болады. Сол арманыңызға примерно қанша теңге кетеді, сол арманыңызды орындау үшін қанша теңге сізге керек, армандарыңызды орындау үшін, соны да жазып техниканы жазсаңыздар болады. Бұл өте оңай техникалар, сондықтан да барлықтарыңыздың қолынан келеді деген үміттемін. Сондықтан да денсаулығымыз мықты болсын, бай қуатты болайық. Ал мен сіздермен келесі көріскенше күн жақсы деймін. Жахан мен Балжан ажырасып кетті. Бұл ақпаратты естіген кезде мен бірден осы жұпқа психологиялық разбор түсірсем екен деген ой пайда болды. Себебі мен жалпы осы жұпқа деген жанашыр адамдардың барлығына жалпы бастапқы уақыттан қандай қателіктер кетті және бұл жұп неге әрі қарай отбасын құрып кете алмады, осы туралы айтатын боламыз. Енді әрине ішкі кухнясында не болып жатқан біз толыққанды айта алмаймыз, дегенмен де шамалап айтып түсіндіруге болады. Армысыздар достар, YouTube каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен әдеттегенше Адия Аралбай, YouTube каналыма қош келіпсіздер. Егер менің YouTube каналым ұнаса, міндетті түрде жазылып қойыңыздар, лайк басып, әр сұрақтарыңызды комментарийдің астында жазып кетсеңіздер болады. Мен міндетті түрде барлық сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Ал мен бүгінгі санымызды бастаймын. Бұл хабарды